Сәлеметсіздер ме? Мен қазақ тіл мен әдебиет пән мұғалімі Әлімгожина Ләззат Маратовна. Щучинск қаласы номер 8 мектеп гимназиясы. Сабақтың тақырыбы айтыс. Айтыс туралы ассоциация құрастырыңыз. Жазыңыз. Тақырып бойынша сөздік жұмыс. Сөздерді оқимыз, аударамыз, жазамыз және сөйлемдер сөз тіркестерін құрастырамыз. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді оқу, мәтін бойынша сұраққа жауап беру. Айтыс қандай ұғымды білдіреді? Тілдік бағдар. Ережемен жұмыс. Ереже дәптерге жазамыз, оқимыз және мысалдарды келтіреміз. Талғаулы, салалас, құрмалас сөйлем. Талғаулы, салалас, құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдер бір-біріне тәуелсіз, дербес әрекеттерді баяндайды. Солардың тек біреуінің ғана жүзеге асатынын білдіреді. Есте сақта. Айтыстың негізгі ерекшелігі болған оқиға, шындық, өткір тілмен айтылады. Үйге 108 бет 9 тапсырма және айтыстың түрлерін қайталау. Сау болыңыздар.